أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті инстабауырлар, баршамызға қасиетті мүбәрәк болған, әлемдерге рахмет етіп жіберілген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның туылған айлары, мүбәрәк айлары баршамызға құтты болғай иншалла. Біз бүгін 31-ші қазан айында екенбіз. Бүгін 26-шы Рабиул Ауал, 24-ші Рабиул Ауал, 26-сы деппін. Жалпы бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әлемдерге рахмет болып жіберілгені сіз бенен бізге иншалла үлкен Алланың берген нығметі. Алдыңғы пайғамбарлар келсе өзінің қауымына Алланың азабын алып келген. Себебі алдыңғы пайғамбарлар, мысалға Лут алейхиссалам, Нух алейхиссалам, Худ алейхиссалам, қала берсе Самуд еліне келген Салих алейхиссалам келген кезде Шуайб алейхиссалам болсын, олар халқы пайғамбарларын тыңдамаған кезде көктен Алланың азабы түсіп отырған. Нух алейхиссаламның кезінде топан су басса, Лут алейхиссаламның кезінде аспаннан күйдірілген тастар түсіп азапталып жатса, Шуайб алейхиссаламның кезінде аспаннан от түскен кезде сондай қиыншылықтар болған. Біздің пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам келген кезде әлемге рахмет болып жіберілген. Пайғамбарымыздың өзі айтады, мен келгеннен соң Алла Тағала адамдардың түр сипатын өзгертіп жіберетін, көктен азап түсіретін, азаптарын алып тастады дейді. Пайғамбарымыздың рахметі үшін. Ол Алланың сіз бенен бізге берген үлкен нығметі. Барша пайғамбарлар, барша салих, Аллаға сүйікті болған жақсы құлдардың барлығы армандаған осы біз бенен сіздің қазіргі тұрған не деп айтамыз, статусымыз дейміз ба, осы статусты болуды армандаған, яғни уммату Мухаммадия, Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның соңғы үмметі болуды армандаған екен. Қадірменді жамағат, осы нығмет, Алланың үлкен нығметтерінің бірін еске алып жүрейік иншалла. Жалпы Хайрул калами каламулла ва хайру хадия хадия наби саллаллаху алейхи уассалам деген ғалымдарымыздың сөзі бар. Мағынасы ең қайырлы сөз ол Алланың сөзі, ал ең қайырлы жол ол пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жолы дегендей, әдеттен аспай бірінші Алланың қасиетті сөздеріне құлақ салсақ. Құран кәрімде Алла Тағала сіз бенен бізге алдыңғы өтіп кеткен үмметтердің жағдайын еске алып былай дейді. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كفروا بآيات الله. صدق الله العظيم. Мағынасы былай аяттың. Жалпы қате кетсе Алладан кешірім сұрайын. Қазақша мағынасы былай. Бұл Жұма сүресіндегі аят. Өздеріне Тәурат кітап беріліп, және ол Тәуратта кітапқа амал етпей, оны көтермегендер дейді. Олардың мысалы кітап арқалаған есектер сипатты дейді. Яғни оның мағынасы Алла Тағала сіз бенен бізге кітап берген. Ол кітап бір әріпі өзгертілмеген, әріпінде ешқандай қателігі болмаған Құран кәрім кітап. Мынау сіз бенен біз танитын
бірде-бір әрпі өзгертілмеген. Осыдан 1400 жыл алдын пайғамбарымызға Рамазан айында Иқра деген аятпен түсіп, Нас сүресімен таусылған, Фатиха сүресінен басталып, Нас сүресімен аяқталатын осы Құран кәрім сіз бенен бізге қияметке шейін жол нұсқаулық. Егер осы Құран кәрімдегі ішіндегі аяттарға түсінбестен, оған амал етпей, бұны бұлай төкшелерге қойып шаң бастырып қоятын болсақ, Құдай сақтасын, сол мысалда келгендей алдыңғы өткен яһудилер секілді, кітап көтерген есектер секілді болып қалады екенбіз мысалымыз. Алла Тағала ондайдан әрине сақтасын бізді. Сол Құранның аяттарын біздерге егжей-тегжейлеп түсіндіріп берген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Алланың салауаты мен сәлем болсын. Осы әлемдерге рахмет болып жіберілген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірін үйренейік иншалла. Мына қасиетті мәуліт айында пайғамбарымызды көбірек тануға әрекет етейік. Пайғамбарымызға көбірек салауат айтуды әрекет етейік. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің мүбәрак хадис шәрифтерінде айтқандай, мені кімде араларында кімде-кімін мені, яғни Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламды өздерінің әке-шешеңнен де, тіпті өздерінің жандарынан да артық жақсы көрмегенше толық иман келтірген болмайсыңдар деген. Жалпы Құран кәрімге қарайтын болсақ, Алла Тағала не дейді? Құл ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни юхбибукумуллаху ва яғфир лакум зунубакум валлаху ғафурур рахим. Садақаллахул азим. Әл-Имран сүресінде Алла Тағала сізбенен бізге былай дейді: ей пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, айт оларға дейді, яғни біздерге дейді, Алланы жақсы көрем десеңдер дейді, фаттабиуни, онда маған еріңдер деп айт дейді. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға еруіміз керек екенбіз. Онда ерсек не болады? Сонда Алла бізді жақсы көреді. Юхбибукумуллах, Алла бізді жақсы көрсе не болады десек, яғфир лакум зунубакум, Алла сендердің күнәларыңды кешіреді дейді. Расында ол күнәларды аса көп кешіруші дейді. Өте мейірімді дейді. Сол Алла Тағаланың мейіріміне жетісу үшін, Алла Тағаланың кешіріміне жетісу үшін біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды жақсы көріп, оған еруіміз керек екен. Сол енді пайғамбарымызға қалай ереміз? Пайғамбарымызды таныған кезде ереміз. Сол тану үшін осы мына мешітімізде Мұхаммед жүрек төрінен орын алған теңдессіз тұлға Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам атты кітабын оқып жүрміз. Келіңіздер иншалла, намаздың алдында 5-10 минут осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өміріне назар аударатын боламыз, сөз шертетін боламыз иншалла. Пайғамбарымызды еске алатын боламыз. Алла разы болсын. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмір баянынан әсерлі бір уақиғаларынан сізбенен бөліскім келеді. Жалпы пайғамбарымыз өте мейірімді болған. Байменен қандай отношениеде болса, кедеймен де дәл сондай отношениеде, яғни отношение деген байланыста болған. Пайғамбарымыз ешкімді аралап, алалап, бөліп жармаған. Мынау бай екен, мынау кедей екен деп. Қазір сондайларға сәлемді таңдап беретін жағдай болып қалды ғой, Құдай сақтасын. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өмірінде барша момын мұсылманға бірдей қарайтын болған. Солардан бір мысал, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Дихан сахабасы келіп, Дихан деген егінші адамды айтады, мынау жүзім егеді екен. Сол жүзім жемістеген кезде сол жүзімнің асығып, бірінші шыққан, бірінші берген жемісті алып, жүзімді алып, пайғамбарымызға жүгіре келіп, ентігіп, я Алланың Расулы, мынау бағымда жүзім өсіп еді, осыны сізге, бірінші сізге жедірейін деп алып келдім, я Алланың Расулы деп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бір уыс жүзімді береді екен. Пайғамбарымыздың әдеті бойынша, пайғамбарымыз келген хадияны алып, садақаны алмайтын еді, садақаны беріп жіберетін еді. Ал хадияны сыйлықты алатын еді. Ал ол кісі хадия деп сыйлап берді. Сонда пайғамбарымыз алды да қасындағы сахабаларын шақырып алып бөлісіп беретін. Бірақ пайғамбарымыз бұл жолы өзі жеді. Осылай жегенде сүйсініп жеді ана жүзімді. Қайта-қайта сүйсініп жеді. Қандай керемет деп. Сонда сахабалар жанында қарап тұр. Біздерге де бір кішкене бөлісер ме екен деген сияқты үмітпенен. Бірақ
пайғамбарымыз барлығын өзі тез жеп қойды. Жаңағы әлгі берген адам ырза болып, о Алланың расулы, қандай жақсы, сізге ұнайтын бет осы жүзің деп, иә деп, ол кеткеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан сахабалар сұрайды: я Алланың расулы, біз жаныңызда тұр едік, бізді ұмытып кеттіңіз бе? Біз де жегіміз келіп еді, Алланың расулы, жаңағы жүзімнен дейді. Сонда пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, жаңағы алып келген адамнан Алла разы болсын, жемісіне Алла Тағала береке берсін. Бірақ жемісі әлі піспеген екен, байғұс асығып піспей тұрып алып келген екен. Әлі пісіңкірмепті жемісі. Яғни ащы болған ғой. Егер сендерге бөліп бергенімде дейді, сендер оны жеп, оның ащы екенін білдіртіп қойып, айтпасаңдар да түрлеріңмен білдіріп қоятыңдар. Яғни ащы болғаныңыз адам түрі бұзылып кетеді ғой. Жаңағы эмоциясы дейміз ба, жүзіндегі. Сонда пайғамбарымыз соны білдіртпей, әлгі адамның көңілін күйін түсірмей, сондай қуанышпенен, тәбетпенен жеп, оған рахмет айтып алғысын білдірген екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның осындай мейірімділігі, адамдарменен мейірімді байланыста болғаны сондай керемет. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әрбір ісі бізге өнеге болады. Оны Құран кәрімде Алла Тағала сізбенен бізге ескертіп айтып кеткен. Пайғамбарда өте әдемі сендерге үлгі бар дейді пайғамбарда. Сол пайғамбарымыздың өмір баянынан осы Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның сирасын оқып, үйреніп жүрейік иншалла. Себебі осы пайғамбарымыздың өмірін үйрену арқылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның махаббатын артамыз пайғамбарға деген. Оны танысақ, жалпы солай болып тұр енді, білмеймін, көзіңізді ашыңыз да әке дейді. Көзге бірдеңе болған ба? Енді айтайын дегенім, пайғамбарымызға махаббатымызды арттыруымыз керекпіз. Ал соны қалай арттырамыз десек, оны танумен болады. Ал тану қалай болады десек, сол пайғамбарымыздың өмірін үйренумен болады. Жалпы айтайын дегенім, және пайғамбарымыздың Абдулла ибн Харам деген сахабасы болады. Өзі Сахара шөлде өмір сүреді, түйе бағумен айналысады. Әр осы Мәдина қаласына келген кезде ең бірінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үйіне соғады екен. Соғады деген үйіне барады екен де, үйіне барып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қал жағдайын сұрап, кейін барып базарға барады екен. Жалпы сол әдетінен танбай, күндердің күнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйіне келген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үйінде болмайды, әрі қарай шаруасымен кетіп қалады. Пайғамбарымыз сырттан келген кезде мені біреу іздеп келді ма дейді. Я Харам сахабаңыз іздеп келді ғой дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өте мейірімділігі, көркем мінезділігі, мысалға сапардан шаршап келіп отыр. Мұхиддин отправил запрос на участие в вашем прямом эфире. Ассаламу алейкум рахматуллахи. Қалайсың Мұхиддин, жақсың ба? Шүкір, жақсы, қалай өзің? Айта бер, жалғастыра бер. Мына прямой эфир жазыла береді ма? Иә. Не ғой Мұхиддин, көзімен Қапшағай мешітінің имамы. Қош келдіңіз. Жалпы қазір не ғой, не бойынша Тақырып не мәселелерінде? арнасының жолдауы бойынша білесің жағдай, қазір интернет жағдайына өтіп жатырмыз, заман дамып жатыр, техника дамып жатыр. Уағызды тек қана мешітте айта бермей, осы анда-санда онлайн айту керек. Енді отырып алып сен кәпірсің деген әңгіме емес, насихат қой, жақсылыққа шақырып, жамандыққа. Машалла. Алла оған разы болсын, Алла оған салауат айтсын. Жалпы біз Мұхаммедтің үмметіміз, үммет басқа өзіміз айтып кетті ғой. Алла Тағала өзі Құран кәрімде Али Имран сүресінде бірге оқыған кезде оқып едік, есіңде болса. Ұстаздарымыз айтып еді, сендер нелеріңмен артық болдыңдар деп сұрақ қойып еді. Сол кезде осы аятты шақырып, жамандықтан тыйып.
Ya, Ali İmran suresindeki 110. ayet dedi. Mağanасы былай, сендер келдіңдер өзге үмметтен, сендер жақсылыққа шақырасыңдар дейді, жамандықтан қайтарасыңдар дейді. Мына осы Aç Құран o кәрім. sözü bağırın. Yüz neşe? Ал, Yüz neşe? Ali surесі, қазір оқып беремін. Elhamdülillahi lezi halaka semavati vel ard. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُنْتُمْ 110. خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ Maşallah maşallah. Jas mamanlar olsun da can kuru jas mamanlar. Жалпы бұл аяттың мағынасы 110-ші аят. Күнтум хайра умматин деп тұр Алла Тағала. Болдыңдар дейді сендер дейді. Хайра дейді. Жақсы дейді, хайырлы дейді, үммет дейді. Үммет болдыңдар сендер дейді. Ухрижат шығарасыңдар дейді. Хаража ухрижат. Адамдарды линнас, адамдар шығарасыңдар. Ta'муруна бил ма'руф. Жақсылыққа бил ма'руф, жақсы нәрсеге бұйырасыңдар дейді. Танхауна қайтарасыңдар және анил мункари жамандықтан. Sadakallahu azim. Атуминуна биллахи, солай және иман келтіресіңдер Алламен дейді. Аллаға иман келтіресіңдер дейді. Жалпы біздердің артық болған себебіміз біздер жақсылыққа шақыруменен, жамандықтан қайтаруменен не болады екен? Әрине бұл және Аяқ астынан шығатын болатын эфирден. Жақсы, ассаламу алейкум. яғни сол шақырып жатқан жақсылығыңа өзің де сол жақсылықты істей алатындай, қайтарып жатқан жамандығыңнан өзің де қолыңнан келгенше тыйылуың керек. Сонысымен сен басқа үмметтерден артық болады екенбіз. Жалпы осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үмметі болу бақыты сізбенен бізге нәсіп болған сол нығметтен айырылып қалмауымыз керек. Біз оны бейталды, жаңағы бей-берекет не деп айтушы еді? Бұлай керек емес зат дүние сияқты қылып бұлай сырт қоюымызға болмайды. Ол үлкен бақыт сізбенен бізге берілген. Себебі пайғамбарымыз айтады, мен соңғы пайғамбармын дейді. Менің үмметім соңғы үмбет дейді. Өмірдің соңында өмір сүреді дейді. Яғни мынау жасап жатқан өмірімізде. Бірақ қияметте дейді, барлық пайғамбарлар, барлық үмметтің алдында тұрады дейді. Сәлем, қалайсың дейді. Ассаламу алейкум. Жанна ма? Қалайсың? Жақсы, шүкір, біз жақсы. Осы қазір мәуліт айында тұрмыз, мерекелі ай, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеге келген ай. Содан сол пайғамбарымыздың өмірінің кішкене сіздермен бөлісіп жатырмыз онлайн форматта. Пайғамбар жүрек төрінен орын алған теңдессіз тұлға Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам деген кітап Ғалымбек Тобашев деген кісі аударған. Жалпы пайғамбарымыз туылғаннан бастап қайтқанға шейін сахих сенімді жинақтармен жазылған. Анандай алып қашты әңгімелер жоқ, атам айтқан, бабам айтқан деген әңгімелер жоқ. Ғалымдар нақты деректерге сүйене отыра жазған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірбаяны. Осыны оқуға кеңес беремін, иншалла. Себебі біз пайғамбарымызды жақсы көруіміз керекпіз. Ол Алланың бұйрығы, пайғамбардың сүннеті. Ал оны жақсы көру үшін біз соның өмірін танысуменен, оқуменен болады, иншалла. Сол пайғамбарымыздың өмірінен болған керемет уақиғалардан бөліскім келіп отыр. Пайғамбарымызға сол Харам есімді сахаба іздеп келеді екен. Шөл далада түйе баққан, кішкене бұлайынша біздің тілмен айтқанда шопан кісі ғой. Бірақ пайғамбарымыздың кіші пейілділігі, адамгершілігіне қараңызшы. Сондай шөлден келген адамның өзіне немене талшықтың кезінде келіп, мазаны алып демеген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Кім келді екен деп қайта сұрап, жалпы да келіп пайғамбарымыз таппай кеткеннен кейін пайғамбарымыз сұрайды, кім мені іздеп келді ма, қайда кетті екен деп, өзі сапардан келіп отыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Келіп аяғын созып, кішкене демалып алайыншы, шаршап кеттім ғой демей, жаңағы іздеп келген адамның уәжін қандыру үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір сұрақпен келген шығар, шаруамен келген шығар, шаруасын бітіру үшін
келген жерінен үйіне кірмей қайтадан пайғамбарымыз артына қайтып кетіп, сонда қазір намаздың уақыты емес, ол қайда болады? Болса базарда болғалы деп базарға барады. Жаңағы әлгі қой бағатын, сол түйе бағатын кісі өзі саудагершілікпен айналысады екен, сол жақтан тапқан табыстан жаңағы сүт болар, бәлкім айран болар, сонысын келіп базарға келіп сатады екен. Сонда сол әдеттегідей сол базарға келіп жаймаға жайып сатып жатса, артынан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам барып кішкене көңіл күйін көтерейін деп көзін жұмып былай артынан келіп құшақтап көтеріп алады екен. Құл сатамын, кім қыла алады менен деп даусын өзгерткілеп енді. Жаңа ол кезде құлдық заман ғой, адамдар сондай құл базарда құл сатып жүрген кезде жаңағы адам мына кім болды мені құл деп жатыр, мен құл емеспін деп айқайлай түсті дейді, шошып кетіп. Мен құл емеспін деп айтты дейді. Азат адаммын деп. Сонда айқай шуды естіген айналасында сахабалар жүгіріп келіп, не болып қалды екен деп жағдайды көріп, арқасындағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көріп күліп қайтадан артына бұрылып кетіп қалған екен. Сонда түсінген әлгі Харам деген сахабасы пайғамбарымыз ұстап тұрғанын білгеннен кейін мынау көкірегін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның төсіне ысқылап алып дейді, қайта. Сондай әлемдерге рахмет болып жіберілген пайғамбардың құшағында тұру үлкен бақыт қой. Пайғамбарымыз анау адамды құшақтай бермеген олай. Сол құшақтағанда және жанын көңілін көтеру ғой. Айдаладан келген, өз шөл далада сондай даладан келген адам болса да бір жай адам екен ғой демей, пайғамбарымыз сол іздеп келгенде таппай қалды ғой мені сонша жерден деген сияқты ол кісінің көңілін көтеру үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам солай көтеріп кішкене қалжыңдап не қылған кезде білгеннен кейін, я Алланың расулы, сіз мені сатасыз ба? Сіз мені сатсаңыз базарыңыз банкрот болады ғой дейді. Яғни мен өтпеймін ғой, қап-қара мен түрімде болмаса деген кезде пайғамбарымыз жоқ, сен адамдардың көз қарасында төмен болғанымен Алланың алдында сенің дәрежең жоғары деп пайғамбарымыз әрі қарай оның көңіл күйін көтеріп қойған екен, абыройын көтеріп қойған екен. Яғни бұдан түсінетініміз, пайғамбарымыз кез келген адамменен оның тілін тауып, оның көңілін көтеріп, оған былайша айтқанда қазіргі күнде бізге жетпей жатқан әртүрлі тренингтерге қатысып, саған мотивация беремін, өйтем бүйтем дегенді пайғамбарымыз іспен дәлелдейтін болған. Іспенен соны көрсететін болған. Өзінің көркем мінезділігіменен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әрбір адамға былайша түсінікті тілмен айтқанда дұрыс подход жасай алатын болған. Сондай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды қазіргі күндерде егер ол адам дұрыс, Құдай сақтасын, дұрыс емес адам болатын болғанда, сол күндері ұмытылып кетуші еді. Кез келген адам өмірден озғаннан кейін әрі қарай айтса оны бір ай айтады, бір жыл айтады, әрі қарай ұмытылып кетеді. Ал бірақ пайғамбарымыз қайтқанына 1400 жыл болса да, әлі күнге шейін айтылады. Әлі күнге шейін жүректерде оны жүрекке қойып тұрып, Аллаханды жүрекке қойып тұрып салауат айтады. Қолды дұға сұраған кезде бірінші салауат айтып барып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға кейін барып дұға жасайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әлемдерге рахмет болып жіберілгеннің ол Құранның дәлелі осы. Біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды сондықтан жақсы көруіміз керекпіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға жақсы көру ерумен болады. Мен Алланың расулын жақсы көремін, деген әңгімемен іспен бітпейді. Жалпы осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға махаббат қандай көп болса, жек көру дін дұшпандары да әлі күнге шейін жалғасып келе жатыр. Жақында осы қазан айының 3-інде ғой деймін, жаңалықтардан көрген боласыздар. Мынау Швеция жақтағы бір кісі пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды жамандап, карикатура сызған бір адам бар, художник, суретші адам. Сол адам сурет салған кезде бүткіл дүниежүзінің мұсылмандары қарсы шығып, сол жақтағы жігіттер, студент жігіттер ол кісіге жаңағындай өлтіруге шейін барған, бірақ сол не болғаннан кейін оған сақшылар дейді ғой, не деуші еді, жаңағы телеохранитель деп айтады орысшада, сондай кісілерді қойып, нетіп қойған, жаңағы күзеттерді қойып. Бірақ Алланың қалауы, егер Алла азаптайын десе, сенің күзетшің бола ма, сенің полицияң бола ма, Алла сені ойламаған жерден сенің жазаңды бере салады. Сол кісі өзі
бір шаруасымен көшеге шыққан кезде машинасымен қасында қорықшылары болған, бірақ ойламаған жерден алдынан көлік соқтығысы болып, тіпті ол адамды құтқаруға да мұршасы келмей сол машинаның көліктің ішінде өртеніп кеткен. Жалпы пайғамбарға қарсы болған адамдардың соңы ешқашан жақсы болмаған. Ол тарихтан сіз бен бізге ол өте мәлім әңгіме. Қазір тағы да ескертіп айтып кететін нәрсе, қазіргі күнде осы өзінің ел төңірегінде, мына Талдықорған өңірінде, қалай білсе Түркістан өңірлерінде мынандай кісілер шығып жатыр. Мен пайғамбар болдым, маған Құдай көрінді, мен пайғамбармын деген әңгімелер шығып жатыр. Оның барлығы өтірік әңгіме. Пайғамбар енді қайтып келмейді. Ең соңғы пайғамбар, Құдай тағала өзі айтқандай, хатамун наби деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Яғни сен ең соңғы пайғамбарлардың мөрісің деді. Сенен кейін енді басқа пайғамбар келмейді деген мағына шығады. Енді сондай нәрселерге алданып қалып, я болмаса оған кім біледі пайғамбар ма екен деген сезімде болмаңыздар. Егер олындай сезімде болатын болса, Құдай сақтасын, біз діннен шығып қаламыз. Себебі Құдайдың сөзіне қарсы келіп қалған боламыз. Енді бұдан кейін ешқандай пайғамбар келмейді, илля Иса алейхиссалам келеді қиямет жақындаған кезде. Бірақ ол Иса алейхиссаламның өзі жер бетіне пайғамбар миссиясымен келмейді. Қияметтің миссиясымен келеді. Жалпы, интернетте жүр ғой, ол Құдай сақтасын, адасқан адам пайғамбарлық болды енді келмейді. Жалпы бұл жерде ол кісімізбен шаруамыз жоқ, бізде әңгіменің барлығы. Егер соған тіпті кім біледі енді, мүмкін деген сенімде болатын болса, Құдай сақтасын, біз діннен шығып кетеміз. Сондықтан оны көргеннен сразу аузу биллахи минаш шайтанир раджим, қуылған шайтанның кесірінен Аллаға сыйынамын. Аллахым, өзің кешіре көр. Бұл адам пайғамбар емес. Мен оны пайғамбар деп сенбеймін да, ешқашан сенген де емеспін. Менің пайғамбарым Мұхаммед, ол Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламнан кейін ешқандай пайғамбар келмейді деп сенімде жүруіміз керекпіз. Ол мұсылманның ақидасы. Жалпы осыны ескертіп айтып кетейін деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға махаббатымызды Алла тағала арттырсын. Сол махаббатымыз артқанını өзіміздің көзімізді жеткізу үшін өзіміздің тірліктерімізге қарайық. Әке шешемізбен байланысымыз қандай, туысқандарымызбен байланысымыз қандай, мынау тіліміз қандай сөздерді айтады, соған мән берейік. Егер мен пайғамбарды жақсы көрем деп алып, мынау тілімізден өсек, ғайбаттар шығатын болса, өтіріктер шыға беретін болса, онда біздің айтып жатқан сөзіміз, ісіміз бір-біріне сәйкес келмей қалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан: لا يستقيم الإيمان عبدي حتى يستقيم القلب ولا يستقيم القلب حتى يستقيم اللسان. Мағынасы былай: құлдың иманы дейді, кәміл болмайды дейді. Яғни түзу болмайды дейді. Оның жүрегі түзу болмағанша дейді. Ал жүрегі түзеленбейді. Мынау тілінен шығып жатқан сөзі дұрыс болмағанша, түзілмегенше дейді. Яғни бұлардың барлығы бір-бірімен кері байланысты. Мынау біздің тіліміз түзу болса, тілімізден дұрыс сөздер шығатын болса, иншалла жүрегіміз дұрыс болады екен. Ал жүрегіміз дұрыс болса, иншалла біздің иманымыз дұрыс болады екен. Иманымыз дұрыс болса, иншалла біз Алланың сүйген құлдарынан болып, Алла тағаланың кеңдігі аспандар мен жердей болған, енінің кеңдігін айтады, аспандар мен жердей болған, Алладан қорыққан, Алланың сүйген құлдарына дайындалған жәннатына иншалла лайықты боламыз, Алла нәсіп етсе. Алла тағала сіз бен бізге жәннатул фирдаусын нәсіп етсін. Сол жәннатта пайғамбарымыз, сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламмен кездесуді, сұхбаттасуды нәсіп етсін. Әкеміз бен шешемізге жәннаттың төрінен орын нәсіп етсін Алла тағала. Біз бенен сізге жан пида еткен, барын тауып берген әкемізден, шешемізден Алла тағала разы болсын. Адасып жүргендерін Алла тағала тура жолға бастасын. Қайтып кеткендерді Алла тағала рахымына бөлесін. Мынау сіз бенен біз артында қалғандарға Алла тағала зор денсаулық берсін. Ұзақ мән мазмұнды ғұмыр кешуді
Алланың ғибадатында ғұмыр өткізуді нәсіп етсін. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды сүйіп, оның сүннетіне еруді нәсіп етсін. Мынау еліміздегі Алла Тағала аты шулы жаман ауруды көтеріп, оны жоқ қылсын. Ауырғандарға Алла Тағала шифа берсін. Бала күтіп жүргендерге Алла Тағала бала берсін. Үйлене алмай жүргендерге Алла Тағала салихалы, салих күйеу, салихалы келіндер нәсіп етсін. Қандай да ізгі тілектеріңіз болса, Алла Тағала тілектеріңізді қайырымен қабыл етсін. Назар салып тыңдағандарыңыздан Алла разы болсын. Ахир дауана анилхамдулиллахи раббил аламин.